Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Бүгінгі біздің тақырып Евро 1, Евро 2, Евро 3, Евро 4, Евро 5, Евро 6 автокөлік құралдарына арналған экологиялық стандарттар. Евро автокөліктердің және арнайы техниканың пайдаланған газдардағы зиянды заттардың құрамын реттейтін экологиялық стандарттар. Евро 1 1992 жылы Евроодақта енгізілді. Бензинді қозғалтқыштардың шығарындысын көздейді: көмірсутек, көміртек оксиді, азот оксидтерін. Евро 2 Евро 1 алмастыру ретінде Евроодақта 1995 жылы енгізілді. Евро 2-де көмірсутегінің шығарынды құрамындағы нормалар 3 есе қатаңдатылды. Евро 3 1999 жылы Евроодақта енгізілді және 2005 жылы Евро 4 стандартына ауыстырылды. Евро 4 Евроодақта 2005 жылы енгізілді. Бұл стандарт алдындағы нормаларды 65-70%-ға қатаңдатқан. Евро 5 Евроодақта 2008 жылдан бастап жұмыс істейді. Евро 6 жаңа стандарт нормаларына сәйкес жаңа жеңіл автомобильдермен көмір қышқыл газының шығарындылары 1 километрге 130 граммнан кем болуы тиіс. Келесі кестелерде Евро 1 стандартынан бастап Евро 6 стандартына дейін жеңіл автомобильдерге, жүк автокөліктерге, дизельді қозғалтқыштарға арналған евро нормалар келтірілген. Бүгінде жанармайдың түрлі сыныптамасы бар. Мысалы, кедендік одақтың техникалық регламентінде К2-ден К5-ке дейін экологиялық класс деген түсінік беріледі. Ал дүниежүзілік жанармай хартиясында евро стандартты жанармай түсінігі бар. К2 экологиялық класс пен Евро 2 жанармайы Евро 2 шығарылу нормаларымен автомобиль қозғалтқыштарына қолдану үшін берілген. Дегенмен, бензинді Евро 2 стандартымен көрсету дұрыс емес, өйткені Евро 2 автомобильдердің шығарылу нормасы. Октандық сан автомобиль бензиннің сапасын сипаттайтын негізгі көрсеткіш. Сынау жағдайы бойынша моторлы және зерттеу әдісі деп бөлуге болады. Моторлы әдістің көрсеткіші зерттеу әдісіне қарағанда төмен. ақш-та бензин үшін октандық индекс белгіленеді. 90 октандық индексімен америкалық бензин АИ 95 бензиніне ұқсас. Қозғалтқыш талаптарына қолданылатын бензиннің детонациялық тұрақтылығы сәйкес болуы тиіс, өйткені ол оқыс жағдайларға әкелуі мүмкін. Автомобиль бензинінің 10 буланғыштық класы бар. Жоғары сапалы бензин алу үшін присадкалар мен қосындылар қолданылады. Оған технологиялық жолмен жетуге болмайды. Октанды көтеру присадкаларының құрамында металл бар деген түсінік қалыптасқан. Қазіргі уақытта жоғары октандық компоненттер қолданылады. Спирт, эфир деген сияқты. Отындағы присадкалардың болуы қажет. Ол сапасын төмендетпейді, керісінше жақсартады. Жанармай құрамындағы тыйым салынған присадкалардың болуын анықтау мүмкін емес. Моторлы жанармайды өндіру технологиясын қатаң сақтау, оның құрамына тыйым салынған қосымшалардың болмауына кепілдік береді өндірушілер. Автомобиль бензинінің сапасын бағалау үшін тест жолақтар қолдану нормативтік құжаттарға қарастырылмаған және өлшем бірліктері заңына қайшы келеді. Құрметті студенттер, берілген деректерді қолдана отырып, келесі сұрақтарға жауап берулеріңізді сұраймын. Бірінші сұрақ. Бүгінде жанармайдың түрлі сыныптамасы бар.
Мысалы, кедендік одақтағы техникалық регламентінде К2, К5 экологиялық класс деген түсінік беріледі. Ал дүниежүзілік жанармай хартиясында евростандартты жанармай түсінігі бар. К2 экологиялық класс пен Евро-2 жанармайлары арасында қандай өзгешелік пен ұқсастық бар? Екінші сұрақ. Әдетте автомобиль бензині октандық сан мәнмен белгіленеді. Бұл көрсеткіш нені сипаттайды? Моторлы және зерттеу әдістері бойынша октандық сан нені білдіреді? Бұл көрсеткіш барлық елдерде бірдей болады ма? Үшінші сұрақ. Октандық сан мәні ақш-та, Еуропа мен ДМД елдерінде сондай мәнмен ерекшеленсе, онда ақш-та және мысалы Германияда шығарылатын автомобильдерде бір маркалы бензин құюға болады ма? Төртінші сұрақ. Автокөлік құралдарын шығарушы заттар нақты автомобиль маркасына арналған октандық сандармен белгіленген бензинді, мысалы Lexus автомобилі үшін тек 95 немесе 98 ұсынады. Сондай автомобильдің үнемі октандық саны 92 бензинін құйып отырса, оның қозғалтқышының жұмысына және отын шығаруына қалай әсер етеді? Бесінші сұрақ. Дизельдік жанармайдың жазғы және қысқы сорты бар екені мәлім. Осындай классификация автомобиль бензинінде бар ма? Алтыншы сұрақ. Жазғы уақытта қысқы бензин түрлері қолданылған жағдайда қозғалтқыш жұмысының жағдайы қандай болады? Қозғалтқыштың қандай бөлшектері бірінші істен шығады? Келесі сұрақ. Жоғары сапалы отын алу үшін әртүрлі присадкаларды қосу қажет. Присадкаларды қоспай-ақ октандақты көтеретін жоғары сапалы отын алуға бола ма? Келесі сұрақ. Қандай присадкалар кедендік одақ елдерінің заңнамасына отынға қосуға рұқсат беріледі? Отынға қандай мақсатпен қосады? Тоғызыншы сұрақ. Жанармайға рұқсат етілген присадкалардың барын тұрмыстық жағдайда қалай анықтауға болады? Оныншы сұрақ. Соңғы кездері автоәуесқойлар жанармай сапасын анықтау үшін тест жолақтарды пайдаланылады. Өндірушілердің мәліметтері бойынша ондай тест жолақтар автомобиль бензинінде монометил анилинді және тыйым салынған темір қосындысы бар присадкалардың барын анықтауға мүмкіндік береді. Қаншалықты әсіресе қазіргі уақытта Қазақстанда өткізілетін К2 класты отын сапасын анықтау үшін тест жолақтарды қолдану дәлелденді? Соңғы сұрақ. Сынақ жүргізу үшін мұндай өнімдердің сынамасын қалай дұрыс алу керек екенін білгім келеді. Отын сапасына күдіктенгенде автомобиль бензин бағынан сынама алуға болады ма? Құрметті студенттер, осы сұрақтарға толық жауап беріп, әдеттегідей Платонус платформасына жауаптарыңызды салуларыңызды сұраймын.